амансың ғой. Балиге кіммен бару жоспарда дейді. Пока что енді біреумен деп айтамаймын. Мен деген енді өздеріңіз білесіздер ғой, шетелге всегда отбасымен барам, балам, мамам дегендей, или Зухрамен деген сияқты. Бұйырса енді кіммен бұйырады, сомен барамын ғой. Енді ол жағынан енді точно мынамен деп айтамаймын. Баршаңызға қайырлы кеш тағы да. Ал мен қайда жүр десеңіздер, Шерханды күтіп тұрмыз. Кеше білесіздер, Жігер Шерхан қасында болды. Именно қажетті атымызға алып кеткен ғой. Бүгін срочно ойбай кел деп. Сонымен енді күтіп тұрмыз. Яқта келе жатыр көкеміз деген. Құрметті менің бөлші екеуім. Именно мынау қажет затты тастап кеткенбіз ғой бізде деген. Тем более бүгін АКДС алдық. Білесіздер ғой, баланың иммунитеті кішкене не қылып. Именно қажет етті бүгін, сонымен срочно алдық. Бұл кісі енді қазір жарыс деп жүр ғой, білесіздер ғой. Уақытын бөліп тауып әкеп берді баласы үшін, шүкір деп қоясың. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Исаевтан жалынды сәлем. Өз үйімдемін ағайын. Өз үйім өлең төсегім. Қандай рахат, қандай күшті. Бітпесе де, есіктің алды шөп болса да, шаң болса да, бәрі өз үйіңе жетпейді. Қандай күшті. Иә, міне біздің ауламыз, Алла қаласа мына жақтың бәрін босаткілейміз әлі. Сосын бізде мына жерде Алланың қалауымен бұйырса осы жерге әдемілеп навес саламыз, хай-тек стилде. Мына жақтан машинамен кіріп әкеп, көлікті қоя салатындай әдемілеп, полный бұршаткілеп, жақсылап навес саламыз. Мына забордың сыртын бәрін әлі қаптаймыз. Бұл еврозабор болады. Бұйыртса мына жерде выдвижной, кәдімгі пультпен жылжып ашылатын ворота болады. Мына жақта калитка болады. Калиткадан мына жаққа дейін осы лестницаға дейін бөлек дорожка жасаймыз. Және мында білесіздер, тағы да бір бөлме тұр. Бұл бізде времянка, яғни заттарды анау-мына нәрселерді қойып қоятын жер, бір бөлек бөлме болады. Ал мына жерде бізде үлкен бір жер тұр. Мына ортадағы стенаны бұзамыз да, мынаны полностью магазин жасаймыз, яғни продуктовый магазин ашып қоямыз. Бір пассивный доход керек ағайын. Алла қаласа сондай бір жоспар бар. Ал енді мына жаққа, мына жерде тағы да бос жер бар бізде. Бұл жаққа баня саламыз деген ниет бар. Баня, монша. Бір условиясы бар моншалар болады ғой. Келіп, дем алып түсіп кететіндей. Бір жағы осы жақтағы адамдарға бір жаңағы неге қойып қойсақ та, арендаға қойып қойсақ та, кеп адамдар келіп ақшасына түсіп кететін сияқты. Бұл да бір бизнес қой, кішігірім. Сосын мына жерлерге барбекю зона, қазан ошақ кетеді, осы жақтарға алла бұйыртса. Енді үйдің жан-жағының барлығын барынша пустой қылмай, бос қылмай, бір керегіме жаратайын деген ниетім бар. Мына үйдің арт жағы полный қоршалады. Жан-жақтың барлығын қоршаймыз. Бұны мына көршіммен келісіп қойдым. Көршілерім сондай жақсы кісілер. Бәріміз бірге келісіп, заборды екі жақтан ақша шығарып жабатын болдық. Яғни оларға да керек, маған да керек нәрсе ғой. Сондықтан да екі жақ бірігіп, Алла қаласа заборды жауып алатын болдық. Енді биылға бір өкінішті жаңалық болып тұр. Ол газ келмейді екен биыл. Қазір сол газдың мәселесімен жүгіріп жатыр бүткіл тұрғындар. Бәріміз соған атсалысып жатырмыз. Газ бұйырса келесі жылы келіп қалады деген сыбыс бар. Ақшасын бәрін Алла қаласа реттеп айтады. Соның бәрін реттеп жатырмыз. Жолымыз мынандай, міне әп-әдемі дүп-түзу жол, шағыл төселген, керемет. Жан-жақтың барлығына үй түсіп жатыр. Ақырындап елдер келіп қоныстанып жатыр. Бізде де енді жоспар бойынша Алла қаласа күзде қоныс той деп жатырмыз. Күзде сентябрьде Алла бұйыртса. Биыл енді 13 октябрь күні менің анамның туған күні. Анам 59 жасқа толады екен. Биыл анамның 59 жасына осы үйді сыйласам, одан кейін Алланың қалауымен келесі жылы бұйырса анамның 60 жылдық мерейтойын жасап берсем деген үлкен арманым бар. Алла бұйыртса, Құдай сол күнге аман-есен жеткізсін. Керемет атмосфера. Үйдің жан-жағын кеп мама реттеп, үйдің ішін реттеп, заттардың бәрін орнына қойып, сондай жұмыстармен айналысып жатқан жайымыз бар. Жалпы осылай ағайын. Сосын сіздерден бір кеңес керек болып тұр. Үйдің сыртының бәрі осылай қапталады. Одан қаптағаннан кейін мынаны бояп тастаған дұрыс па, жоқ әлде осы түспен қалдырған дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Сондай бір кішігірім совет сіздерден. Мен негізі осылай қала берген дұрыс па деп ойлаймын. Сосын мына забордың сыртында осындай нәрсемен қаптайды екенбіз, Алла бұйырса. Сол, осындай ағайын. Міне. Керемет ауа райы деген күшті. Исаевтың бір жақсы, бұл жақ тыныш. У-шу жоқ, абыр-сабыр жоқ, тыныш, рахат, таза ауа, тау деген анық көрінеді. Керемет жер енді. Нағыз анам келіп тұратын жер. Бізге де өзімізге де сондай жер өткен. Өйткені ауылда өскен баламыз ғой бәріміз. Сол ағайын. Аман болайық. Ассалаумағалейкум. Бүгін Мәкеңмен тағы жүздесіп отырмыз. Бірақ баняның төрінен шықтық.
Well, достар, Алматыға мен келіп тұрып, қалай ғана Киваноға келіп кетпеймін. Мен міндетті түрде Алматыға келген сайын Киваноға келетінім бар. Кеттік. В общем, Санчиктің үйінде жиналамыз деп шештік. Сонымен алушка барғасында. Картошка. Иә. Вкусно. Вкусно. Вот картошка жареный. Санчик жасаған. Көп рахмет жаным. Такой стол. В общем, осында отырмыз біз Санчиктің жанында. Енді біз Қосылайықтың екінші сезонындағы қатысушыларымыз ғой. 5 жыл болып тұр. Иә, 5 жылдан асып кетті даже. Содан бері араласамыз. Жаныма жақын адамдар ғой негізі. Былай араласып, жаңағы хабарласып тұратын жандар осылар. Алматыға келген сайын күтіп алады, хабарласады. Сонымен барлығымыз отырмыз осында. Мынау мен, қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңіз қалай өтті? Қазір негіз Бекарыс екеуміз тамақтануға жүр барайық десем, бұл қойш жоқ, ештеңкеге желание жоқ, барғым келіп тұрған жоқ дейді. Сонымен өзім қазір ар жақтан алуа келеді. Сонымен тамақтануға барайық деп жатырмыз. Дальше бір жерге барамыз қазір, бірақ оны айтпай қояйын. Сіздерге секрет болсын. Күшті жерге барғалы жатырмыз. Ал біздің кешіміз сәтті өтсін. Алматыда енді адуши қыдырып жатырмыз. Достарымызбен жаңағыдай әңгіменде, дүкенді де құрып жатырмыз, короче. Ал мен қазір боянбаймын. Тура осылай шығып кетем. Ал сәттілік барлықтарыңызға.